Атырау қаласында қазақ күресінен ерлер мен әйелдер арасында Қазақстан Республикасының чемпионаты өтті. Жарысқа еліміздің 17 облысы мен Астана, Алматы, Шымкент қаласынан келген 700-ден астам палуан 3 күн бойы боз кілемде күресті. Ерлер арасында 55-100 келі және одан жоғары, ал әйелдер арасында 48-77 келі мен одан жоғары салмақ дәрежесінде мықты балуандар анықталды. Маңғыстаудан 15 балуан 8 салмақ дәрежесі бойынша кілемге шықты. Қара бура атымен белгілі жерлесіміз Нұрдәулет Жарылғапов 100 келіден жоғары салмақта белдесті. Алғашқы айналымда бос болып, екінші айналымда павлодарлық спортшыны ұтты. Кейін алматылық балуанды, сонымен қатар биылғы Қазақстан барысының қола жүлдегері Ғалымжан Қырықбайды жеңді. Ақтық белдесуде биылғы Қазақстан барысы турнирінің жеңімпазы қызылордалық Мақсат Исағабыловты ұтып, ел чемпион атанды. Енді жерлесіміз 4-6 қараша күндері өтетін үздіктердің үздігі жарысында бақ сынайды. Қарашаның 4-6 Астана қаласында үздіктердің үздігі әр салмақта 8-дік рейтингке кірген 8 спортшы күресетін болады. Ол жарыста әр жеңімпазға 10 000 ақш доллар беріледі, және де жеңімпаз атанған палуандар ел намысын желтоқсанда өтетін әлем чемпионатында қорғайтын болады. Осы жарысқа жақсы дайындықпен барғанбыз. Нұрдәулет осының алдында Өзбекстан мемлекетінде өткен белбеу күресінде әлем чемпионатында жарақат алған болатын. Сол жарақатын біраз уайымдағанбыз. Жарақатына қарамастан осы жерде Қазақстан чемпионы атандып, үздіктердің үздігіне күресуге жолдама алды. Енді алдағы жарысымыз үздіктердің үздігіне дайындап, сол жарыста жеңімпаз болып, әлем чемпионатына жолдама алу.